Баршаларыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай әдемі шоколадты торт жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет, ұн, какао разрыхлитель және қант, бізге шоколад пен сармай қажет болады. Ең әуелі шоколад пен сармайымызды микроволновкада ертіп аламыз. Одан кейін біз осындай пергамент қағаздарымызды осылай етіп дайындап аламыз. Келесі ұнымызды ситадан өткіземіз және оның үстіне какао разрыхлителімізді салып, венчикпен араластырып аламыз. Ары қарай жұмыртқамызды миксерлейміз, оның үстіне қантымызды сала отырып, әппақ масса болғанша араластырамыз. Міне біздің жұмыртқамыз осындай әппақ пышный болып ағаруы керек. Мінекей осындай болып ағарды. Енді осының үстіне бағанағы ертілген шоколад пен сармайымызды құямыз. Жұмыртқамызды араластыра отырып құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді әрі қарай ұнымызды екі бөлікке бөліп саламыз. Дайын болған массамызды бағанағы дайындап қойған пергамент қағазымызға салып, тегістеп жайып шығамыз. Осылай спатуланың көмегімен тегістеп шығасыздар. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз және барлығын осылай жайып болғаннан кейін пешімізге салып пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан қарап тұрып пісіріп алыңыздар. Кем дегенде 2-3 минут уақыт кетеді. Крем дайындаймыз. Ол үшін бізге суық клейгі бар және қойылатылған сгущенкамыз бар. Жақсылап араластырамыз. Бізде осындай әдемі крем шығады. Енді корждарымызды жинайтын боламыз. Ең әуелі осылай өлшеп жан-жағын кесіп аламыз. Сол кезде біздің тортымыз әдемі теп-тегіс болып шығады. Сыртына кольцо кигіземіз. Әрі қарай кремімізді кондитер қапшығына салып, осылай жағып шығамыз. Қасықтың көмегімен тегістеп аламыз. Келесі коржымызды мына бетін аударып саламыз осылайша. Тағы да кремдерімізді жағамыз. Қасықпен тағы да тегістейміз. Осылайша барлық корждарды жинап шығамыз. Менде 5 корж шықты. Осылайша біздің тортымыз осындай биік әп-әдемі болып шығады. Келесі бетін пищевой пленкамен жауып, 6-7 сағат холодильникке қоямыз. Ал енді келесі біз ганашымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге шоколадымызды ертіп аламыз және бөлме температурасындағы сармай керек болады. Ертілген шоколадымыздың үстіне сармайымызды саламыз. Жаймендеп араластырамыз. Осылай араластыралдық, енді ары қарай миксерлейміз. Жақсылап миксерлейміз. Мінекей осылай миксерлеп алдық, енді холодильникке қойып қоямыз. Холодильникке 30 минутқа қоямыз, одан кейін холодильниктен алып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Бізде осындай қою әдемі шоколадты ганаш шығады. Бізде 7-8 сағат өтті. Енді тортымызды жинайтын боламыз.
Осындай подложкаға салып аламыз тортымызды. Мен негізі бағана бірінші салу керек еді, мен ұмытып кетіппін. Осылайша подложкаға салып аламыз әдемілеп. Әрі қарай тортымыздың сыртындағы кольцосын алып, ең әуелі осылай шпательдің көмегімен бір тегістеп жүріп өтеміз. Мінекей біздің тортымыз осындай болып шықты. Әрі қарай кремімізді жағып шығамыз. Ең бірінші бір ұшқалап, бір жағып тегістеп аламыз. Бірінші слойды жағып болғаннан кейін тортымызды холодильникке 20-30 минутқа қоямыз. Содан кейін қайтадан екінші слой кремімізді жағып шығамыз. Осылайша екінші слойды жағып тегістеп болғаннан кейін тағы да холодильникке қойып аламыз. 20-30 минуттай, сосын соңғы тегістеуін әдемілеп тегістейтін боламыз. Қалған кремімізді микроволновкада 10 секундқа қойып, ертіп аламыз. Сол кезде бізде осындай қоңыр түсті болады. Соны ең төбесіне құйып, әдемілеп тегістеп шығамыз. Міне бізде осындай әп-әдемі болып тегістеледі. Өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Менде осындай жазулармен және әдемі үлкен шариктермен әсемдеп шықтым. Бұл менің тапсырысқа жасаған тортым болатын. Ал сіздермен бірге болған ардақ. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міне біздің тортымыз осындай әдемі болып шықты. Менің каналыма қолдау білдіріп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.